Ау. Амансыз ба, тәте? Ау. Амансыз ба, тәте? Аман. Мен сізге шетелден хабарласып тұрмын. Мына Қазақстандағы қиын жағдайыңызды бір кісілер жіберіпті екен маған. Менің аты жөнім Серікжан Біләшұлы. Я жарай, мені түсіндіріп айт. Алло? Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жақсыз ба? Жақсы, аманшылық. Жағдайларыңызды айтыңыздар. Қандай жағдай жоқ аға? Не жағдай сұрайсыз? Ана айыппұл салды дей ма 2 миллион теңге? Жоқ, қазір салынған жоқ ол. Салынған жоқ. Sonra Қазақстанның азаматын алып тұра. Ана қызыл паспорт шоғын қойып Сол екеуі қайшылық болып тұр ғой қазір енді. Екеуінің біреусін жоямыз деп отыр ғой енді. Сіздер ана Ауыт Мұқибек деген жігітке хабарласып осы жағдайды айттыңыздар ма? Ау? Ауыт Мұқибек деген жігітке осы жағдайды айттыңыздар ма? Олдай бірдекеге айтпадық. Бұл енді өзі шешілетін шығар деп отырмыз енді. Бұндай жағдайды біз... Бұны біз бұдан ілгері тура осы сіздер сияқты бір жігіттің мәселесін шешкенбіз. Құштар Кәдіржан деген Іленің жігіті болатын. Ақтаудан ұшқалы отырған жерінен ұстайды. Сенде Қытайдың да азаматтығы, Қазақтың да азаматтығы бар екен дейді. Ол жігіт шырылдайды. Менде азаматтық жоқ. Мен өз еркіммен қазақ азаматтығын алғам. Өтініш тапсырғам. Сол қазақ азаматтығын алатын кезде мен Қытай Халық Республикасының азаматтығынан бас тартамын, өз еркіммен қазақ азаматтығын өз еркіммен аламын деп өтініш жазып, оны нотариус дегем, тапсырып бергем. Сол нотариус деген құжаттың арқасында бәленбай құжат жинап қазақ азаматтығын алғам. Мен құжатымда бас тарттым деп тұрса, мен қайтып 2 азаматтық болам. Қазақстанның азаматтық заңы бойынша Қазақстан 2 азаматтықты мойындамайды. Қытайдың азаматтығы бойынша да шетелдің азаматтығына өткен сәттен бастап ол Қытай азаматы болып саналмайды деген заң бар. Мен қайтып 2 азаматтық болам. Сенің заңың бойынша, Қазақстанның азаматтығы бойынша да мен құжат тапсырып отырсам, сен қабылдап алып, сен дұрыс көріп, содан кейін азаматтық беріп отырсаң. Мен азаматтық алған сәттен бастап автоматты Қытай азаматтығынан жойылады деген Қытайдың заңы тұрса, мен қайтып 2 азаматтық болам деп әлгі жігіт айғайласа тыңдамайды. Содан біз ақпаратқа шығарып, бұл мәселенің заңсыз екендігін, Ақтау шекарасының заңсыз жұмыс жасап жатқандығын әшкерелегеннен кейін, ол жігітке қозғалған қылмыстық істе, айыппұл әкімшілік істе бәрі шешіледі. Тура осы сіздердің мына кезігіп отырған мәселемен бірдей. Ол жігіттің аты Құштар Кәдіржан деген YouTube'те қарасаңыздар тұр, YouTube'те. Міне, оның ешқандай несі жоқ, айырмасы жоқ. Сіздерді де сол баппен ұстап отыр. Бұл Қазақстанның шекара қызметкерлерінің қазір Қытайдың қазағын зарлатуға, ақша жасауға ойлап тапқан бір құйтырқы амалы. Бұрын ана шетелден ай сайын бәленбай 100 мың қазақ келіп кетіп тұрған, шекараға ақша түсіп тұратын, пара алып тұратын, біреуді жүгін көп екен деп, біреуді паспортыңа түрің ұқсамайды екен деп, мың сан түрлі сылтаумен пара алып, қалтасы қампиып тұрған. Мына шекара жабылған. Мынандай жағдай аға. Бұл енді мынандай жағдай, сіз толық түсініп қалдыңыз. Бұл кісілер Қытайдың азаматтығын консулханаға апарған екен, консулханадағылар 2-ші рет істемеген ұқсайды. Сонымен мына өзі Қазақстанның азаматтығына өтіп, көк паспортты алады ғой. Иә, түсініп отырмын оны. Көк паспортты алғаннан кейін, енді шекарада мынадан Қытайға өтемін, мен Қытайда әке-шешем бар, сол жаққа барамын деп бұл кісі сонымен шығыпты. Шығып шекараға барған кезінде сонымен қайтарып мына
алып келіп отыр ғой жаркетіге. Өткізбей арғатай. Содан бұл сізде виза ашылған виза жоқ. Бір, екінші Қытай паспорт сөгілмеген. Екі жағдай болып отыр. Сонымен бағана барып түсіндіріп, мемлекеттік оларда түсіндіріп айтып отыр. Мынаның ең қылып дегенде бізде штрафта салынады қазір. Штраф, пәлен штраф деген әңгіме де жоқ бұның үстінде. Енді ертең тағы да сөйлесек деп отырмыз. Бұны қандай пісіреміз енді, мәселе бұл. Сонда бұл кісілер ар жағынан өтемін дейді. Әке шешесі сол жақта екен, сол кісілер жығылып қапты. Қарайтын адам жоқ екен. Жығылып қапты дегенде қан басымнан жығылған ба? Иә, қан басымнан емес. Сонымен енді бұны Талдықорғанның несі алға шығуына болады деп бір қағазға бір нелерін жазып берген екен, сонымен ол болмайды деп бұлар шекара райондағылар сөйтіп тұр ғой енді. Жол Талдықорғанның тоқта бір жерде мына бір нәрсені сұрап алайын. Талдықорғанның неменесі қағазға немене тіп беріпті дегенде Талдықорғанның қай мекемесі? Талдықорғанның сол ана үстеме бар ғой. Иә. Иә, сол жерде екен. Жоқ, ол қай мекеме? Ана мекеменің атын айтыңдаршы. Мал бағу мекемесі ма, қой бағу мекемесі ма, көші-қон ба, полиция ма, ұлттық қауіпсіздік пе, қай мекеме? Оларға шығуға болады деп қағаз жазып берген. Үштөбе ауданы дейді ғой. Үштөбе ауданы. Жоқ, біліп тұрмын. Үштөбе ауданында бәленбай мекеме бар. Шошқа бағатын мекеме, есек бағатын мекеме деген мекеме бар. Соның қайсысы? Ұлттық қауіпсіздік ба, көші-қон ба, акимат ба, қайсысы? Докторхана ма, қайсысы? Сонысын дұрыс білмейді екен. Ана қағаз бар ма қолдарында қазір? Бар. Не деп жазып оқыш бізге? Соның мен де оралмамын ғой аға, мен үйімде бұл кісілер әзір. Ой. Мен үйімде жатыр. Паспорттар қолында ма, құжаттары? Иә, бары қолында әзір бұл кісінің. Әгі сотқа жібереміз 2 миллион айыппұл деген өтірік па? Ол енді баста ұстаған кезінде бір адамға 600 мыңнан, екі адамға 1.200.000 айыппұл салынады деп сол қағазға шығады жазып тұр. Енді ол айып бәлен төлейсің деген әңгіме жоқ, сотқа барған әңгіме жоқ бұда. Жоқ, оны төлейсің деп кім жазып беріпті? 1.200.000 кім жазыпты? Жазған әңгіме жоқ аға. Жалған ақпарат. Жоқ, ана 1.200.000 деп жаңа біреу айтып қалдың ғой. Я 1.200.000 деп сөйледі, сол ана айыппұл салынады, екі адамға 600 мыңнан айыппұл салынады. Бұл енді салына ма, салынбай ма белгісіз деп отырмын ғой. Жоқ, ол салынады деген сөзді кім айтып отыр? Ең бірінші шекара қызмет айтып па? Иә, сол ана шекара қызметкері айтыпты ғой, сол жақтан ана шекара ұстаған жерден. Мына кісілердің айтысы ғой сол енді. Ол кісілер өз тіл аузы бар ма? Мен сөйлесе алам ба ол кісілермен? Сөйлесеш, мен берейін. Беріңші. Амансыз ба? Иә, амансыз. Мен сіздер үлкен адамсыздар ма? Менен кішісіздер ма? Білмеймін. Мен 50-демін. 71'дікіміз бір olmuş. Онда үлкен екенсіздер. 5 жас белғұрдас шамалас екенбіз онда. Мен 74-дікімін. Ал енді тіке айта берейін. Мен атым Серікжан Біляшұлы. Мен сіздер сияқты мына заңды толық біле бермейтін, бірақ Қазақстанның мына билігі орайдан пайдаланып, білген істеп, ауырына келсе 2 жыл 3 жылға соттап, жеңіліне келсе 6 айға әкімшілік соттайтын, ең жеңіл болса 2 миллион теңге штраф салатын, тура осы сияқты құбылыстағы әңгімеден кем дегенде 100-ін шешкенмін. Кем дегенде 100 қазақты соттан да, 6 айға әкімшілік жазадан да,
айыппұл миллион теңге, бәлем миллион теңге салатын айыппұлдан да құтқарып жұлып алып шыққан Серікжан Біләшұлы дейтін жігітпін. Қазақпын. Иә. Енді мен сіздерге қазір бір нәрсені айтайын. Мына WhatsApp деген заттарыңыз істемей тұр екен. Мен қазір тіке Америкадан тіке қоңырау соғып жатырмын. 1 минут $1 ақшаға. Иә. Сіздерде WhatsApp дейтін зат бар ма? Бізде WhatsApp жоқ. Енді ана өзіңіз қонған үйдегі кісіде бір WhatsApp дейтін, интернет дейтін зат бар ма екен? Бізде WhatsApp жоқ, ана қонған үйдегі кісіде WhatsApp жоқ екен. Интернет дейтін нәрсе бар ма екен ол Жаркенттің ауылында? Интернет бар ғой бұл жақта. Онда қандай немен сөйлесуге болады? Интернет бар болса жалпы. Сигнал ма, телеграм ба, тағы не зат бар екен? Интернеттен басқа немене бар дейді. Кім? Жоқ дейді, істеме жоқ екен. Ой. Ал енді сіздерге сұрақ. Бір заңдық кеңес. Сіздерге бір тиын салғызтпай осы мәселеден алып шығудың жолын көрсетейін. Бір тиын айыппұл да жоқ, басқа да жоқ, әкімшілік жаза да жоқ. 6 айға үй қамақ немесе бір әкімшілік ескерту жаза, немесе әкімшілік айыппұл жаза, немесе 15 күн қамау жазасы. Бұл ең жеңіл түрлері. Ауыр мына жындылардың өз еркіне сасаң, бірнеше жылға соттауға да бар. Ауырына сасаң. Бұл Қазақстанда білесіздер, жаңағы заң деген нәрсе атқарылмайды. Әлсіз болсаң, мыңқиып тұрсаң, қорғанышың тірегің болмаса, бұлар білгенін істейді. Тауық ұрлаған қазақтың қорғаушысы болмаса, арқа сүйер тірегі болмаса 7 жылға кетеді. Кісі өлтірген қазақ 2 жылға сотталатын Қазақстан. Білесіздер ғой? Иә. Енді, қазір мен сіздерге арқа тірек боламын. Мен сіздердің мәселені аламын. Мен Серікжан Біләшұлына ата жұртқа осы мәселені айттық деп, кез келген едіреңдеп форма киіп, алдарыңа барып паспорттарыңды әкел, ойбай қырамда жоям, сотқа сүйрейім деген адамға Серікжан Біләшұлына бұл мәселені айттық, ата жұртқа айттық, бізді Қытайдан келген қазаққа қысым жасап жатыр екен деп, ол кісі қалқараға жеткізетін болды деген осы 3 сөйлем сөзді айтыңдар. Осыны ал естіген кезде бұттарына жібереді. Чауып дәретханаға барып дамбалдарын ауыстырады. Осы сөзді айтыңдар. Серікжан Біләшұлына айттық бұл мәселені. Атажұрт ұйымына айттық. Сендер біздің заң білмейді екен деп білгендерінше штраф салып, айыппұл салып, соттай алмайсыңдар. Қазір бұл мәселені қалқара біліп болды. Сендер бізді білгендеріңді істеп, апаратын жерің апарып, қолымыздан жетектеп, мұншама айыппұл деп сала алмайсыңдар. Сендердің салған айыппұлдарыңды төлейтін жағдайда жоқ, төлемейміз деп тұрып, қатаң түрде айтасыңдар. Сол кезде олар есін жияды. Егер мыңқиып тұрсаңдар, мыңқиып аузың қайсы десе, мұрныңды көрсетіп тұрсаңдар, соттап та жібереді. Ең жеңіл 15 күнге қамайды. Одан да жеңіл сол 2 миллион ба, 1 миллион 200 мың ба айыппұл салады. Сорлайсыңдар содан кейін. Түсіндіңіздер ме? Иә, түсіндік. Ал өз аты жөніңіз кім? Айтыңызшы енді. Менің атым Гүлнұр Смағұл. Гүлнұр Жұмағұл қызы. Смағұл. Смағұл. Иә. Қай жылы туғасыз? Жыл ай күніңізді айтыңыз. 71. Мен сұрамай айта беріңізші. 1971, 13 айдың 15 күні, 32 күні деп айтыңызшы бүйтіп. Мен сұрай бермей. Иә. 1971 жылы 2 айдың 10-ы. Ал енді күйеуіңіздің атын айтыңыз. Tokoş Janat. Содан? Tokoş Janat. Төкөш аты ма, Жанат аты ма? Жанат аты. Ал, жақсы. Енді паспортта туған күндеріңізді. 68 8-8 айдың 8-і. Жақсы, аха.
Қазақстанның азаматтығын қашан алып едіңіздер? 2021 айланғанда қой. Жоқ. 2020. Ана паспорттарыңызда берілген уақыты деген уақыт тұр. Соны қараңыздаршы. Паспорттың бірінші бетінде тұр. Берілген уақыты деген. Сізге ана айыппұлды салған жоқ қой, бәленбай ақша төлейсің, әкел деп салған жоқ, айту айтты, бәленбай ақша тәкуан саламыз деп. Болды. Енді ана паспортыңыздың бетінде пәленші пәленші айда берілді дейтін бір сөз тұр. Қазақстанның азаматтығын қашан алғандарыңызды, ана паспорттың бетін ашсаңыздар, бісміллә деп, сонда тұр. Иә, көрсетіп тұрайын. Суретіңіздің оң жақ қиыс астында тұрады. Кімге көрсеткен? Паспорт, сенің жазған паспортыңда қай жылы алынған? Ал енді Қытайда бір туыстарыңыз қан басымнан құлап қалды дей ма? Иә, мына жолдасымның шешесі ғой, қан басымнан жоғалып қалған, паралыз арбаға отырып. Ой, бұл қиын бопты ғой. Иә, атамыз, әкесі таяқпен зорға кіріп шығады. Ой, бұл қанша деді ол кісілер? 70 аралап кеткен кісілер екеуі. Қайда алынғандығын кімді көрсет. Қытайдың қай жерінен сіздер? Тарғыбатай Тол ауданынан. Ана әке шешелеріңіздің жастары қаншада? Екен дейді, қай уақытта көріп жатырмыз әлі. Біздің ана Қытай паспортта уақыт өткен жоқ, визасы ғана өтіп болған. Құдай-ау, сіздер мына бір нәрсені түсініңіздер. Қытай паспорттың уақыты өтіп қалған жоқ. Енді сіздер Қытай азамат емессіздер. Оның уақыты өте ма, өтпей ма, әлі 100 жыл уақыты бар ма? Сіздер оны қолданбайсыздар. Сіздер қазір Қазақстанның азаматсыздар. Бітті, болды. Түсіндіңіздер ма? Мына Қытай паспортының уақыты өтпеген деген әңгімені айтпаңыздар. Біреу астына басып алып тепкілесе айтпаңыздар. Айт десе айтпаңыздар. Ұқтыңыздар ма? Енді Қытай паспортымен қатысы жоқ сіздердің. Ой, паспорттарыңызды аштыңыздар ма? 10 қабат сандықтарыңыздан алып. Ашып жатыр, сол көрінбей тұр, көріп жатыр сол. Қай жеріне жазған дейміз. Ана бірінші бетте, ана суреттеріңіз жапсырылған, ана Нұрдидарлы суреттеріңіз жапсырылған суреттің астына таман қарасаңыздар, соның оң қол жағыңызда паспорттың берілген уақыты тұрады. Ана қалың жыпырмақ бір әріп сипыр жазылғанның үстіне таман тұрады. Суреттің астыңғы жағында тұрады дейді ғандағы, мына жағында суреттің астыңғы жағында. Сол тоқан. Ой, Құдай. Сіздер ана паспорт суретке тартып, маған тіке жіберіп бере аласыздар ма? Телефондарыңызда единица бар ма? Телефондан фото жіберетін, сообщениеден фото жіберетін жерді білесіздер ма? Иә. Онда соны маған жіберіп беріңіздерші, мен тауып алып сіздерге сап берейін. Жарай ма? Айын жазып па? Айын жазып.
4-нче айдың 15 екен. Ана күйеуіңізді шақырып қасыңызға әкеліңізші сіз. Қазаққа қазақ аудармашы болмай. Бірге отырып сөйлессінші бізбен бірге. Иә, отырмыз. Алло. Ау. Күйеуіңіз енді маған әке шешесінің аты жөнін айтсыншы. Айтты ғой. Жоқ, әке шешесінің толық аты жөнін айтсын. Ана ауырып жатқан Қытайдың қай жеріндегі. Әке шешесінің. Әлиман. Әлиман кім қызы? Әкесінің атын білмейді. Шешеңнің әкесі, яғни нағашы атаңыздың атын айтыңыз деп отырмын. Сол кісілердің атын, шешесінің әкелерінің атын білмейді екен, ұмытып қалды. Әлиман. Қай жылы? Ол кісі қанша жаста қазір? Қазір. Жоқ, өзіне беріңізші. Тіл бар ма? Тіл өзіне беріңізші. Сіз аудармашы болмаңыз. Сіз өзі ана қамбасында сол ауырдым деп отыр бүгін. Енді сіз ана ата-енеңіздің атын айтпаймын деп тағы әлек саласыз ғой енді. Айтыңыз онда. Атаңыздың аты жөні кім енді, ал енді. Мен айта алмаймын. Міне енді өстіп қинайсыңдар ғой енді. Төкөш. Төкөш кім ұлы? Қарағыз деген кісі. Қарағыз деген кісінің ұлы Төкөш. Қай жылғы кісілер? Қаншада биыл? 45-кі. Ана Тарбағатайдағы адресі қалай? Үлкен атаңызды жақсы білмеймін, енді ұмытып қалыппын. Жоқ, ана үйлерінің адресі қалай? Қайсы аудан, қай көше деген сияқты. Қайсы ауыл? Сол толды ғой, толының шетінде, кайпасында. Толының шетінде, кайпасында. Жоқ, мысалы біз бір хат жазғанда Толы ауданының бәлен ауылының тұрғыны Түгенбай деп жазамыз. Сол кезде ол ауылдың аты не? Жарайды, жақсы. Сіздер досы ана шекара қызметі үркітіп, қорқытып, шошытып жібергеннен сау ма? Біреулер ұлттық қауіпсіздік бар, форма киген бар, телефонда болса да қорқытты ма? Сөйлегеннен қорқып отырсыздар? Анығын айтыңыздар, маған қорқпай айтыңыздар. Қандай болып қаламыз деп қорқтық қой енді, қорқтық қой. Жоқ, сіздер қорқа бересіздер, білем. Біреу қорқытты ма? Бақырды ма? Қабағын түйді ме? Ұрысты ма? Көзін алайтты ма? Соны айтыңыздар маған. Енді бәрі де қорқып алаңдайтын нәрсе ғой енді. Мына жолға шығып алғанда шаруамыз қандай болады? Деп қорқамыз ғой, қорқпағанда. Жоқ, сіздер қорқа бересіздер. Біреу қорқытты ма? Біреу көзін алайтты ма? Телефонда бақырды ма? Форма киген біреуге бұрысты ма? Жер тепкіледі ма? Жоқ, ондай деген сөз жоқ. Осы шаруамыздан алаңдаймыз, бітпей қалам осы беті. Сол артаға келгенде. Қанша күн болды ана шекарада жатқандарыңызға? Алдағы дүйсенбіге келгенбіз ғой, бүгін дүйсенбі 8 күн болды. Енді оны өкімет жақ бірдеңе деді ме енді? Шекарасы бар, ана соты бар. Енді қашан шешеміз дейді? Белгісіген сол бітпей жатыр ғой енді айту. Бітпей жатыр дегенде бір жерге бір өтініш қағаз тапсырдыңыздар ма? Жоқ, сол ауылда өздігінен бітеді деп жатсыздар ма? Bir жерге бірдеңе тапсырдыңыздар ма? Bir құжат жүрді ма? Bir процесс басталды ма? Bir жұмыс? Яғна Қазақстан шекарасының қағаз әкеп, Жаркентте әкеп тапсырған ғой, Жаркенттің көші-қонын әкеп. Сол қағаз бітпей жатыр. Жаркент жақ не дейді енді сонда? Күтесіңдер дей ма? Иә, сол қағазды күтесіңдер дейді ғой. Сол қағазға қарап оқып жатырмыз. Оны қанша уақыт күтесіңдер дейді? Bir oranman kişinin үйінде жатырмыз.
Оны қанша уақыт күтесіңдер дейді. Белгісіз енді, сол қай уақытта бітеді, сол өзіміз хабарын береміз дейді, соны күтіп жатырмыз. Ал енді менімен құрдас екенсіздер. Сіздер мына Қазақстанның қай жерінде Үштөбеге келіп қоныстанып бердіңіздер? Қай жерден? Мына Үштөбенің бе? Қазақстанда қай жерде тұрасыздар? Қазақстанның ана Үштөбе Көкдала ауылы деген тұрамыз. Көкдала ауылында, Азаматтықты сол жерден алып бердіңіздер? Үштөбеден? Азаматтықты Үштөбеден тіркеліп, Шығыс Қазақстан жақтан алғанбыз. Ойбай, оны неғып Үштөбеден алмай Шығыс Қазақстаннан алдыңыздар? Мына Шығыс Қазақстанда мына жолдасымның туысы бар болып, сол жерге барғанбыз ғой. Содан қайтатын жағдай болып, қайтадан сол қайтып сол бастапта ең алғашта Қазақстанға келгенде, сол Көкдала ауылына келгенбіз. Қайтадан айланып сол жерге келіп. Тұратын жерлеріңіз сол Үштөбе, бірақ азаматтықты алғанда Шығыс Қазақстаннан алдыңыздар, Иә. Пропискадарыңызды ауыстырдыңыздар ма енді сол Үштөбеге? Неменен? Прописка дейтін бір зат бар. Тіркеу, тұрақты тіркеулеріңізді Үштөбеге ауыстырдыңыздар ма? Напос, Қытайдың қазағынша айтқан. Тіркеу Үштөбеде қалып неменен осы қағаз жөнdeткенде сол Үштөбе азаматтықты тапсырып алды ғой. Қазақстаннан бас тартты деген азаматтықты тапсырып алып, загранпаспортқа қаратып қағаз жөндеп берген. Ол қағазда не деп жазған? Шекараға келгенде ол өтпей қалды ғой. Ол қағазда не деп жазған? Ол қағазда сол баяғы Қазақстаннан бас тартты, өз еліне қайтты деген баяғы сотталмаған, Қазақстанға ешқандай қарызданбаған. Сол қағаз осы жарай ма деді, жарайды деді, сонымен өтеміз деп Қазақстан шекарасына келгенде ұсталып қалдық қой, сол жарамайды деп. Қытайға өтуге келмейді деді. Сіздер сонда Қазақстанның азаматтығынан бас тарттыңыздар ма? Иә, азаматтығынан бас тартып енді артымыздың жағдай үшін қайтамыз дедік. Сонымен жарайды деп азаматтықты тапсырып алып, загранпаспортқа қарап қағаз жөндеп беріп, енді өз елдеріңе барғанда осы загранпаспортты қидыра саласыңдар. Өздерің азаматтықтарыңмен жүре бересіңдер деп жарайды дедік. Оған қанша ақша бердіңдер бұл қағазға? Ол қағазға біраз нұрлықсың. 5-10 мың ғана бердік. Жөндеу үшін. Ол әшейін бір бет таңбасы бар қағаз ба? Иә, таңба басып берді. Осы таңба күшін осымен өтесіңдер деп. Қайтадан бір-екі рет бардық, ойбай, енді осы қағаз жарамайды деп жатыр. Рас па, ертеңгі шекараға мынау кедергі болмасын дедік. Ешқандай кедергісі жоқ, осымен өтесіңдер деді. Содан біз білмедік қой, қайдан білейікпіз. Қайда. Сіздердің әңгімені естіп, сіздер түгіл менің миым ашып кетті ғой. Не деген күрделі, Құдай ау. Сіздер ән жерде жатып ап. Танымайсыңдар, келмейді десе, онда біз өтпейміз ғой. Артынан қайта бардық, осы мына, енді басынан бастап істедіңіз осы загранпаспортты да тапсырып алып, өзіміздің Қытай паспортқа виза ашып беріңіздер дедік. Оған да болмады, ойбай, осымен өтесіңдер, осы болады деп. Яғни Үштөбенің көші-қоны сіздердің осы жолғы бүкіл іске қайнар болған. Осы бүкіл іске мұрындық болған сол Үштөбенің көші-қоны болып тұр ғой. Біріншісі оның өзі надан. Үштөбенің көші-қоны сіздерді Қазақстан азаматтығынан айыруға құқы жоқ.
мынандай бір шекараға қаратып қағаз жазып беріп, ол қағаз шекарадан өтіп кетеді деген әңгіме жоқ. Оның оған құзыреті жетпейді. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыруға Қазақстан Республикасының соты ғана күшіне ие. Қазақстан Республикасының соты, құқық берілген соттары сізді өз өтінішіңізді қанағаттандырып, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырам десе айыра алады. Ал көші-қон комитетінің оған құқы жоқ. Бұл бір. Екінші, сіздер өз еріктеріңізбен сол Қазақстанның азаматтығынан бас тартып жатыр ма едіңіздер? Иә, мұны айттық қой, енді біз Қазақстан азаматынан бас тарттық. Осындай арт жағымыздың жағдай үшін қайттық. Едік. Сонымен осындай қағаз жөндеп беріп азаматтықты тапсырып алды, сол жердің өзі тапсырып алды. Загранпаспортқа қаратып қағаз жөндеп берді. Содан талай уақыт болды, шекара ашылады, содан артынан шекара ашылады дегенде мына қағаз ярамайды, осымен өте алмайсыңдар деген ел болды. Сонымен қайта бардық. Ел үстіп жатыр, мына көргенде, мына қағаз ярамайды деп жатыр, шекарадан өтпейсіңдер деп жатыр. Деп қайта келмеңдер маған, елдің сөзіне неге нанасыңдар, мен жөндеп беремін, қағаз күшіне ие, осымен өтесіңдер деді. Біз білмедік, қайдан білеміз. Одан барып өз артынан әбден таяған кезде айтты, сенде Талдықорғанға бар, Талдықорғанға барсаң клестіңді виза ашып береді, сонымен өтіп кетіңдер деді. Талдықорғанға келіп беріп, Талдықорған ашып беріп, виза ашпаймыз. Онда да қайта барып айттық, мына виза ашпайды екен мынаны. Не болса да осыны тапсырып алсаңыздар, осы өзіңіздің паспортқа виза ашып берсеңіздер, оған да ашпай қойды. Соны білмедік қой біз, енді қайдан білейік, бір істеп отырған қызметі біледі екен дедік, осымен өтесіңдер деді. Жоқ, сіздің сөзіңіз дұрыс. Олар мемлекеттік мекеме, қызметкер, олар білуге тиіс. Қарапайым азамат, сіздерде кінә жоқ. Олар білуге тиіс. Олар бекер, сондай немен бекер істеп отырған жоқ қой. Сөйтіп жолға салды, біз қайдан білеген? Жетіп келдік. Ол Үштөбедегі бастықтың аты кім еді? Бақыт деген. Ау? Бақыт деген кісі. Әйел ме, еркек па? Ер адам. Фамилиясын білесіздер ме? Жоқ, білмейміз. Сонда Қазақстанда үй, жер ештеңе алмағасыздар, ие? Жоқ. Яғни бұл жерде тұрған үйлеріңізде жалдап тұрған үй ме еді? Үйіміз бар болған ғой, үйіміз сатылмай қалды. Үйімізді жолдасымның қарындасы бар болатын. Солардың басына аударттық та сатылмағаннан кейін. Сонынан қайттық. Сол Қытайдағы әке-шешені, ата-енені қарауға. Иә. Енді еді өтіп жатыр деп, ашылды, өтіп жатыр деп өсін. Осы жөндеп берген қағаз күшін едігеннен кейін өтіп кеттік. Бұл қағазға сенімсіз болса өтпеуші едік. Енді алдына неше барғанда өзімізді жөн айттық. Қайта неге келесіңдер, өтесіңдер осымен деп. Ол жаңа ауырып жатқан, арбаға отырып қалған ата-енеңіздің қанша бала шағасы бар еді жалпы? Ол кісінің 5 қызы бар, олар түгел той жасап кеткен қарымын жерде. Бір қыз сол күні Қазақстанға келген, сол Көкдала деген жерде. Басқасы жерге той қып кеткен, олар қайсысы қарайды? Иә. Басқа ұл балалары жоқ беді? Басқа ұл балалары жоқ беді сіздің күйеуден басқа? Иә, бір ұл баласы ол той жасап, ол бір жерге кетіп қалған басқа жаққа. Қытайда олар егін үшін ме еді, мал үшін ме еді?
Қытайда егін салатын мал баққанымыз сол баяғы. Мына Үштөбөдө не кәсіппен айналыстыңыздар? Үштөбөдө сол баяғы біреудің малын бар. Сөйтіп жүрдік, одан мына кісінің өз денсаулығы келмей қалды. Қанбасын болып. Содан жұмыс істейтін қол қанатымыз да жоқ болды. Бала шағаларыңыз бар ма? Жалғыз қызымыз бар болатын. Жалғыз ұл да сол, қыз да сол. Ол да Қытайда қалып қалған. Той жасап кеткен, ол ажырасып кетті. Ол бір жерде қалды. Ол Қазақстанға келген жоқ, жалғыз қыздарыңыз? Жоқ. Сонымен қысқасы Қазақстаннан басы бүтін кетейік деген ойларыңыз бар ғой. Осыны ақылдасып, осы шешімге кеп тұрсыздар ғой, е? Иә, енді осы не болса енді Қазақстаннан бас тартты, арт жақтың жағдайы үшін. Енді бұл жерде қолғанатын болмаса бекер екен. Нақсының жағдайы сол осындай болып жұмысқа күйіп келмей қалды. Ол кісі тіпті қайтайық, арт жақтағы адамдар анау болып қалды, ақыр бір жерден көрейік деп Қазақстаннан бас тартайық деп қайттық. Оны енді өздеріңіз ұзақ ақылдасып қабылдаған соңғы шешімдеріңіз ғой, е? Енді ана Қытайда қамап жатқанын, ұстап жатқанын білесіздер ме жалпы? Енді оған сөйлесіп отырмыз ғой, күштерің өскен жоқ, келсеңдер қабылдаймыз деп отыр ғой. Қабылдаймыз дегенде сіздерге еркіндік беріп, жаңағы ауру ата-енеңіздің қасына барып, мына ауру ата-енеңізді қара деп еркіндік бере ме екен, жоқ Қазақстанға барып 2 жыл... Оны ол кісілер айтып отыр ғой, осындай менің балаларымды алдырып қояды. Мен осындай күйім кетті міне деп отыр ғой. Жоқ, алдырды, мақұл деді, мақұл. Барғаннан кейін сіздерді тәлім тәрбие орталығына бір 2 жылға екеулеріңізді 2 жаққа қамап тастамай ма? Оны ойладыңыздар ма? Барған талай қазақты қамады ғой. Алды 2 жыл отырып шықты. Оның алды сотталып кетті. Алматыдағы, Астанада Қытайдың елшілігі мен консулдығының алдында жылап еңіреп бәленбай қазақ жүр ғой. Сіздердің Тарбағатайдан келген Ақиқат Қалиолла деген жігіт жүр. Әкесі Қалиолла бүкіл Қытайға танымал адвокат, өлтірді, түрмеде өлтірді. Шешесі жоқ, ізім қайым. 2 інісі жоқ, ізім қайым. Соттаған, соттамаған айтпайды, жоқ. Бір рет Қытайдан телефонда видео жіберді Ақиқатқа. Балам, бізді құтқарыңдар, мыналар бізді құртайын деп жатыр деді. Шешесі мен інісі болды, содан кейін шешесі де інісі де жоқ. Міне, бір үйден 4 адамды жоқ қылып жіберді. Ақиқат әлі ереуіл деп жүр. Шешем мен 2 інімнің өлі тұрсын айт деп отыр. Оны естідіңіздер ме, көрдіңіздер ме? Жалпы бұл оқиғадан хабардарыңыз бар ма? Енді бара заман несен бір кетіп алсақ бара көреміз ғой. Қамаса да мейлі деп отырсыздар ма дегенім ғой. Мысалы Қазақстан деген ел, үйлеріңізде бар екен, Қазақстанда туып өскен қазақтың өзі үй ала алмай отыр. Назарбаев Тоқаевтың кезінде. Өзі өмір бойы. Жағдайдың мән-жайын айтып жатырмыз, естіп жатсыз. Жоқ, оны түсініп отырмын. Мен ол қиындық өте қиын екен жағдайларыңыз. Оған енді жүрек ауырады, естіп отырмын. Мәселе сіздер шекарадан дұрыс, оныңыз да дұрыс. Қолғанат та жоқ Қазақстанда. Қиын. Қазақстанда қолғанатыңыз жоқ. Біреудің малын бағады екенсіздер. Жағдайларыңыз қиын, шынында қиын. Бірақ мынандай бір жақсылығы бар. Бір жақсылығы бар. Қараңызшы. Қазақстанның жергілікті қазағының өзі үй жалдап тұрады. Атасы, әкесі, баласы 3-ші ұрпақ үй жалдап тұрған қазақ көп. Сіздер үй алыпсыздар. 1. Екінші, Қазақстанда сіздерді бас салып, ана парақор болғанмен бас салып сіздерді қамайын деп тұрған жоқ. Енді қазір Жаркенттен сіздер ары өткенде, Қытайдың адыраң еткен, едірең еткен полициясы бас салады да, сендер 2 жылдан бері қайда жүрсіңдер? Сендер мына заңды бұздыңдар дейді, апарып
күйеуіңізді бір жаққа, сізді бір жаққа лагерге қамайды. Қанша қамаса, сізді ұстаған адамға сонша еңбек жазылады, сонша айлық төленеді. Ол әне жерде ақталып, ой, менің атам сал болып қап еді, енем арбаға таңылып қап еді, ой, менің осы жақта жалғыз қызым қап еді, соған келдім, мен Қазақстанда айтып едім, жоқ, тыңдамайды. Бітті, идеяңда мәселе бар дейді. Ол идеяңда мәселе бар дегенде УЗИге салып, аспапқа салып тексермейді. Ана бастықтың айтқан есеп. Миыңда өспе болса аспапқа салса шығады ғой, миыңда қатерлісік бар екен, өспе. Олар айта салады саған, сенің миыңда мәселе бар, идеяңда мәселе бар дейді. Бітті. Ол идеяңда не мәселе бар? Оған дәлел де керек жоқ, сот та керек жоқ. Барады да сізді сол тарбағатайға апарып қамайды. Сосын сол жерде қайран еркін өмір май, аш жүрсем де, кісінің малын бағып тентіреп жүрсем де, Қазақстанда қол қанатым жоқ болса да әйтеу өзімнің қарашай қара нанымды жеп отырушы едім ғой. Еркін өмір май деп еңірейсіз ғой, тас босағада отырып. Қазір ойлап тұрсыз, мен еркінмін, мен азатпын, мен кісі өлтіргем жоқ, пошта тонағам жоқ, бәнкет тонағам жоқ, мені неге қамайды деген оймен отырсыз. Жүрегіңіз ауырып тұр. Арбаға таңылып қалған, қамбасымнан құлаған ата-енеңізге жаныңыз ашып тұр. Жалғыз қыз, оған барғыңыз кеп тұр, сағынып тұрсыз. Қазақстанда жұмыс жоқ, қиналып тұрсыз, Бірақ осыншама қиындық болғанмен сіз қазір еркінсіз. Міне, албаты өзіңіз танымайтын бір оралманның үйінде жатсыз, Құдай қонақ болып. Үштөбеге барсаңыз үйіңіз тұр. Қайынбикеңіз береді, қайныңыз, қайынсіңліңіз береді жұмысыңыз. Мүмкін бір жерде жұмыс табасыздар, Бірақ Қытайға барсаңыздар, түрмеге түсіп қалу қаупіңіз 99% болып тұр ғой. Бас салып ұстап қамап, түрмеге жатқызып тастау өте мүмкін болып тұр ғой. Оған ақтала алмайсыз. Сайрагүл Сауытбай неге қашып келді? 10 мың юан айлық алып отырды. 500 миллион теңге айлық алып отырған жерінен неге қашып келді? Жанына қысым туған соң қашып келді. Сайрагүл жанына қысым туып қамалатын болған соң қашып келді. Сайрагүл Сауытбайдың оқиғасын естіп педіңіз? Алло? Білмейсіз ба? Енді таңдау өз еріктеріңізде біз айтушымыз. Айтушыда айып жоқ. Қабылдау, қабылдамау өзіңізден. Өздеріңізден. Енді осыншама ақыл кеңестен кейін тағы да жоқ Қытайға кетеміз десеңіздер, ол өз еріктеріңіз, ол өз таңдауларыңыз, азаматтық құқыларыңыз. Ешкім сізге анау-мынау дей алмайды. Біздікі тек ақыл кеңес. Сосын мына Қазақстандағы туыстарыңыз, ертең сіздер Қытайға барып қамалып қалғанда, осы жақта бір еті тірі туыстарыңыз бар ма? Менің пәлен деген туысым қамалып қалды деп сіздер үшін айғайлап қалқараға хабар беретінде еті тірі туыстарыңыз бар ма? Сіздерді Қытай түрмеге қамағаннан кейін біз қалқараны шулатып Қытайдың түрмесінен сіздерді алып шыға алатындай, соған міне өстіп қамапты, өлі тірісі жоқ, белгісіз деп арыз бере алатындай бір еті тірі туыстарыңыз бар ма? Біз хабарласа алатындай? Қытайда дейсіз ба, осы жақта дейсіз? Қазақстанда. Ана, шығыс Қазақстан жақта бар. Кім деген кісі? Ол кісінің асын білмеймін, айтамайын. Айтамайсыз, Енді айту, іздерегі жоқ, жоғалып кетпеңіз, айту, кем дегенде бір туысыңыз арыздансын деп отырым ғой. Егер жоғалып кетсеңіздер дегенім. Енді мен сіздерге айтайын, Ауыт Мұқибек деген кісіге хабарласыңыздар. Көші-қонның заңын ол жақсы біледі. Ол небір қисық заңдарды дұрыстаған жігіт. Осы қазақ көші-қонында заңды чемішкеше шағатын бірден бір адам сол Ауыт Мұқибек. Ол енді бірақ Ауыт Мұқибек сол сырттан келген қазақ азаматтық ала алмай қиналса соған көмектесетін. Бірақ азаматтығын албаған қазақ кетем десе көмектесе ала ма, көмектесе алма білмеймін. Бірақ ол осы саланың маманы.
Осы көші-қон құжат бойынша маман. Сол Ауыт Мұқибек деген жігітке звондап хабарласып, осы жағдайды айтыңыздар. Одан мына менің нөмірім түсіп тұрма сіздерге? Иә. Осы нөмірге хабарласып, паспорттарыңызды жіберіңіздер. Жарайды. Қытайға кету ниеттеріңізден қайтпайсыздар ғой, е? Ау. Қытайға кететін ниеттеріңізден қайтпайсыздар ғой, е? Иә, енді бет алдық қой енді. Жақсы онда, аман болыңыздар онда. Жарайды. Ал, Нұргүл. Алло. Алло.